Достар, қаларыңыз қалайсыз? Бүгін мен Адия. Достар, бүгін мен міне осы қыздың айтқан тапсырмасын орындайтын боламын. 24 сағат той көйлекпен жүретін боламын. Прям сток, достар. Сіздер үшін түсіріп жатыр. Мен міндетті түрде қолға кетіңіздер. Осындай, қазір дұрыстап тоқтап көрсететін боламын. Осы көйлекпен мен тамақ пісіремін, төсек саламын. Тірек істерімді істеймін. Еще магазинде тұрмын мен дәл қазір. Магазин киген адамдардың реакциясын көреміз. Еще менің қазір нағашы ағам келеді. Сол ағамның реакциясын көреміз. Еще сол ағаммен бірге мен мотоциклмен көрші ауылға барып, почтадан Темудың затына келемін. И Темудың затын сіздерге распаковка көрсететін боламын. Общий барлық осы видеода көретін нәрселеріңізді айтып кеттім. Ендеше соңына дейін көріңіздер. Әр жерде әртүрлі ситуация болады, сондықтан қызықты болады деп ойлаймын. Ендеше осы видеомызды ауырмай, сырқамай, аяғына дейін бітіріп алуды Алла нәсіп етсін. Ендеше менің видеом басталады. Менің образым осындай. Ой, не мынау. Вот мен, ішінен осындай водолазка киемін еще бұның. Қараңыздар, аяқта шлепка, үсте жаңа жылдық қыста киетін қалың матасы, прям губка ғой мынандай. Осындай матаның көйлегін киемін. Астым жаз, үстім қыс. Мен тамақты өзіме кешке пісіретін шығармын. Төсекті де кешке саламын. Қазір мен магазинде тұрмын. Магазинде тұрғандағы адамдардың реакциясын білдірмей камераны қойып түсіріп алуға тырысамын. И қазір менің ағам уже кеп қалды. Мотоциклмен келеді. Ағам болғанда, ол менімен жасты братым ол, бүйтіп амандасатын братым. Аты Ахмедияр. Соның реакциясын көрсете алсам көрсетемін әрине. Бірақ ол ютубқа түсе ма түспей ма білмеймін. И соның мотоциклына отырып ары қарай барамыз. Мына көйлекпен қалай отырамын мен, юбкам олай бүйтіп жауып сөйтіп отыру керек болады, енді амал жоқ. Достар, сіздер үшін қолдап, лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар, міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Бізде Сабрина деген қыз ұтқан болатын. Сабрина, сені құттықтап кетейін. Алдын ала сен 144 сообщение жазған болатынсың. Бір рет өз аккаунтымен, екінші рет Азизбек деген ұлдың аккаунтымен. Яғни ол айтты то, что менің қалай айтынай лимитім бітіп қалды, сол үшін аккаунттан жазып жатырмын. Солай айтқандықтан сол кісіге аудардық. Оны Анар апайдың өзі тексерді. И Анар апай, екеуі бір аккаунт қой деп айтқандықтан сол қызға аудардық. Мен осы жерге жарықпен түсіріп жатырмын, терезенің жарығымен. Вот мен әлі отырмын. Прям пысынап кеттім, бірақ шаманы, прям ыстық. Ешін жүгіріп жүрмін ғой, мен нақта отырамын, кафе жақта, потом адам келсе анаққа жүгірем, терек кеттім, прям ағып кеттім. Мен уже ағам келіп кетті. Біз Темудың заттан вообще түсіре алмадық. Себебі неге десеңіздер, ағам вообще ұялды. Күндер, ұялды. Сонымен қайтып кетті. Ағам оғана, мен құрдасым дейма. Жасымды ғой негізі екеміз. И сол, ұялды. Түсірме мені деді. Сосын кейін мақыл дедім. Мен де түсіремін десен қарсы болады. Сондықтан түсіре алмадым. Мынандай заттар заказ берген. Мынандай чехол, сосын кейін мынандай 3 наклейканы мотоциклына жабыстыруға заказ берген. И ол нәрселерді жабыстырып, біз спидран видео шығадық. Осының арасына қосып кетем, көріңіздер. Бірақ ол мынандай тігінен түскен видео. Енді мен уәдемде тұру үшін, яғни сіздерге түсем деп айтып қойдым, мотоциклмен бірге барып келем деп, сосын кейін енді олай баруға рұқсат бермегендіктен, түсірме мені дегендіктен, тым болмаса өзім көшеде осы киіммен келесі магазинге барып, құрттан жасалған чупа-чупсты алып келем. Магазинге адам келді, и қазір реакциясын көреміз. Мынамен самокатым. Қуршақ бен қуршақ, параллель ойнайды қуршақ бен, ортаға шығайық көтеріп. Ау! Саламасын. Машина бар? Жоқ. Істе? Қандай? 100 грамм. Все. Қазір. 1300 теңге. Көйлегім қандай болып тұр? Отзыв айтшы. Әдемі болып тұр ма? Рахмет. Көрдіңіздер ғой. О май гад.
өзім ұялып кеттім бар. Ну ладно, сіздер үшін. Мен сұрадым адамдардан еще, олар күліп кірді бар ғой. Бір ғана кісі, но күліп кірді. Типа мен есікті құлта қойыппын да. Сосын соны барып қайтып ашып барып жүгіріп келіп орныма тұрып алсам, күліп жатыр ғой. Бля, сөйтіп, көйлегім қандай болып тұр десем, күшті дейді ғой. Естідіңіздер ғой жаңа видеода. Хотя бы танкет кейін образға кірсін деп, танкет киіп алдым, енді жүстеңе аламыз. Сөйтіп сол жүстеңеге қазір барып құрт аламыз. Ой, kan жүстеңе kan? Ладно, екі елтеңе алсайшы. Сонымен достар шығып баратырмын. Кеттік. Соңғы машина, одан кейін машина келмейтін шығар. Жетіп аламыз деп ойлаймын, үміттенемін. Ал, давай бастадық достар. Кетіп баратырмын. Ал достар. Короче, мына біздің көршілердің үйі, потом көшеде адам көп келатыр. Мен вообще қайқа баратырмын достар, білейін. Короче, барамын и қазір есіме жолда бір ситуациялар болып жатса көрсетсем. Оған дейін жетіп алайын етсе іштеріңіз пісіп кетеді. Қасымнан мотоцикл, машина бәрі пыр-пыр өтіп жатыр. Достар, духым вагон болып кетті ғой. Мына жерде еще менің мұғалімдерімнің үйі бар. Достар, анау біздің магазин. Оған дейін көп уақыт бір еще қазір чупа-чуп сорып қайтып келе жатырмын ба. Алдымнан велосипед келе жатыр. Коляскамен бірге келе жатыр достар. Қараңыздар, машина келе жатса, бір рет жөніне өтеді. Сен қарамай тұрып бүйтіп өтіп кетсе болады да. Велосипед, коляска сондай келе жатса, уже жай өтеді, түрінде бәрін көріп алады. Мен осылай чупа-чуп басқабаға келдім. И, короче, мен бүкіл әлем көрді. Сыныптастарым, өзімнен 11-ші сыныптың қыздары көрді. Потом былай айтып кеттім, короче, бір туысқанның спорласқан болды, сол үшін кидім деп айттым. Нақты мен Жанар апайым жүр. Нағашымды көндіріп ше, мотоциклмен зу-зу етіп адамдардың жанынан өтіп кете салған дұрыс еді. Мен жай жүріп кеттім. Қасымда КамАЗда, мотоциклда, еще қазір магазин алдында велосипед келіп тұр. Міне менің үйім, и мен келіп қалдым. Мына жерде короче, велосипедтің бір аға тұр. Ну, ладно. Комментарий жазып, алдағы видеоларға тапсырмалар беріңіздер. Жоқ, мен ойлаймын да, надувной костюм болса, мысалы ше, бетім жабық тұрады. Мен екем ішіне кіріп білмейді ғой, смело барып келе беретінім. Смело вообще ше, шоуға барып келсем де барып келе беретінім надувной костюммен, потому что мен екем білмейді ішіндегілер. Ал вот қазіргі ситуацияда мен түрім, мен всегда шашымды осылай көбіне буып жүргендіктен мен екен как обычно білініп қойды. Солай қанша бетім жапсам да шашымнан болса да таныды ғой, короче, адамдар. Енді білмеймін, көреміз, ничего страшного. Зато сіздерге керемет бір контент жасап алдым. Адам келіп жатыр магазинге. Мен жеңшем келіп жатыр. Поэтому жеңшем ана, короче, Жанекенсің деп келіп жатыр. Менің көйлегіме отзыв айтыңыз енді. Көйлегім қыстық дейтіндер, анау айтқанда қыстыққа не алмайды. Әдемі, өзімді әдемі ашыпты. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Көрдіңіздер, бүгінгі видеода мен сіздерге не көрсеттім. Темадан кейін заттарымды экранға болса да көрсеттім. Көшеде жүріп адамдардың реакциясы, магазинге келгендердің барлығының реакцияларын көрсеттім. Енді видео ұнаса лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Төсек салғанын көрсетейін десем, кешеде көрсеттім. Сондықтан кешеде сондай юбкамен салғандықтан оның ешқандай да разницасы жоқ. Қызық емес деп ойлаймын, короче. Ал все, қалған ештеңе қалған жоқ. Сондықтан бүгінге осымен видеом аяқталды. Міндетті түрде лайк, подписка, комментарийларыңызды ұмытпаңыздар. Алдағы видеоларда қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Мүмкін трейд түсірем, мүмкін пранк түсірем, мүмкін тағы осылай тапсырмаларыңызды түсірем. Көп қой вариант, сондықтан өз қалауларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Мүмкін менің влогтарым ұнайтын шығар, кім біледі.